Сәлеметсіз бе, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін сіздерге қазіргі уақыттағы таргет жіберудегі налогқа қатысты түсіндіріп өтетін боламын. 12% налогты ала ма? Қазіргі уақытта налогты алмайды, яғни ол үшін біз не істейміз? Сізде телефоныңызда ADS менеджердің приложениесі болса, сол арқылы кіресіз. Өзіңіздің реклама жіберіп жүрген аккаунтыңызға кіресіз, одан кейін настройкасына кіресіз. Настройкада платежыға кіресіз. Одан кейін информация о компании, ваше имя, адрес, налоговая информация деп тұр. Сол жерге я предоставляю юридическое лицо дегенге птичка қойып сохранить етесіз. Бейін не обязательно деп тұр. Сол себепті осылай өзіңіздің неңізді сохранить етіп, ары қарай өзіңіздің таргетіңізді жіберіп жұмыс жасай беруге болады. Бұл телефон арқылы. Егер осындай приложениеде ADS менеджердің приложениесінде осы не болмаса, сіз Google-ға ADS менеджер деп жазып, ПК версиясына кіріп, солай жұмыс жасай аласыз. Немесе компьютер арқылы дәл осылай кіріп істесеңіз болады. Ол үшін мысалға Google-ға ADS менеджер деп жазып, открыть етіп, ары қарай өзіңіздің приложениеңізбен бірге ПК версияда осылай жұмыс жасасаңыз болады. Немесе компьютер, немесе ноутбук арқылы кіріп қарасаңыз болады. Алдағы уақытта тағы да сіздерге пайдалы ақпараттар болатын болады. Менімен бірге болыңыздар.